Мен номер 69 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Сәрсенбаева Гүлсара Қаһарманқызымын. Сіздердің назарларыңызға оқу сауаттылығы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындау жолдарын ұсынамын. Ұлттық бірыңғай тестілеуде оқу сауаттылығы бойынша келетін көлемді нысан бұл мәтін болып табылады. Мәтінмен жұмыс жасау, оны оқу, саралау, зерделеу, анализ жасау, синтездеу бұл үлкен көлемді процесс және оқушылардың тыңғылықты дайындығының арқасында ғана нәтиже береді. Мәтіннен кейін орындалатын тапсырмалар да оқушының одан әрі бірізділік принципімен жұмыс жасауына көп септігін тигізеді. Тапсырмалар мұғалім мен білім алушыларға мәтінмен жұмыс жасаудағы болашақ қадамдары жөнінде өзара ой бөлісуге жол көрсетеді. Енді біздің мәтінмен жұмыс жасау барысында қолданылатын қадамдарды назарға ала отырыңыздар. Бірінші, мәтінмен жұмыс жасау ақпаратты іздеу және оқылғанды түсінуден басталады. Мәтін атауы, мақсаты, мәтін туралы жалпы түсінік беріледі. Мәтінді құру ережелерімен таныстырамыз. Мәтінді мазмұнын түсініп, детальды ақпаратты түсініп, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтайды. Енді назарларыңызға ұлттық бірыңғай тестілеуге келетін бір шағын мәтінді ұсынайын. Экспо, Асқақ әнші Әміре Қашаубаев. Экспо көрмесіне қатысқан тұңғыш қазақ 1925 жылы Парижде салған әнмен тамсантқан Әміре Қашаубаевтың өмірі мен шығармашылығын жарты ғасырға жуық уақыт зерттеп, зерделі музыка зерттеушісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жарқын Шәкәрімнің әнші туралы кезекті еңбегі жарық көрді. Бұған дейін Әміре, ән жұлдызы, Әміре Қашаубаев, жизнь в искусстве, ән асқары Әміре, Әміре Қашаубайұлы атты кітаптарды шығарған автордың Әміре Париже орыс тіліндегі жаңа еңбегінің таныстырылымы Астанадағы Қазақстан Республикалық ұлттық кітапханасында өтті. Аталмыш шара Экспо 2017 көрмесі мен Асқақ әншінің 130 жылдығына арналды. Әміреге қатысты тағы да ақжолтай жаңалықты жеткізейік. 2016 жылы Әміре тұлғасы театр сахнасына көшіріліп, Қалибек Қуанышбаев атындағы Мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрында әнші туралы драма қойылған болатын. Енді осы мәтін негізінде мынандай тапсырмаларды реттілігімен бала жұмыс жасайтын болса, оны нәтиже береді деп сенім білдіреміз. Бірінші, тыңдалым алдындағы тапсырма. Тек 1 минут стратегиясы. Яғни мәтінді тыңдатпай тұрып, әуелі оқушылар өзара немесе досына, парталасына өзінің сүйікті әншісі туралы ақпарат береді. Сөйтіп барлық сынып сол ақпаратпен қамтамасыз етіледі. Одан кейін мәтінді тыңдауға ұсынамыз. Мәтін мұқият тыңдалынады. Тыңдау кезінде жеке сөздерді, сөз тіркестерін, қызықты фактілерді, детальді ақпараттарды түртіп алу әдісі арқылы жазып отырады. Тыңдап болғаннан кейін оқушыларға мынандай сұрақтар ұсынуыңызға болады. Мәтін кім туралы болды? Әдебиет туралы қандай белгілі кітаптар жазылды? Әміренің 130 жылдығына орай қандай шаралар ұйымдастырылды? Бұл сұрақтарға жауап бергеннен кейін оқушы мәтіннің өзінде өне бойында кездесетін ақпараттармен нақты тест сұрақтарына жауап бере алады. Мысалы, мәтін мазмұны бойынша Экспо 2017 мен әншінің 130 жылдығына арналған іс-шараны көрсетіңіз. Оқушы мәтіннің ішінен өзіне тиесілі жауапты белгілейді. Екінші, осы мәтінде тірек сөз бола алмайтын нұсқа қайсы? Берілген нұсқалардың ішінен мәтінге қатысы жоқ сөзі оқушы көрсете алады. Дәл осындай нұсқада ары-қарай мәтінмен қалай жұмыс жасаймыз? Мәтінмен жұмыс жасау үшін тақырыптар қамтамасыз етіледі, оның ішінде ықшам тақырыптар. Мақсаты тақырыптық бірлік, ықшам тақырып туралы түсінік беру. Мәтіннен негізгі және детальді ақпаратты анықтау. Одан кейін мәтіннің негізгі ойы айқындалады. Мәтін оқылғаннан кейін болжау әрекеті жүзеге асырылады. Мәтіннің үзінділері беріліп, ары-қарай оқушы өзі болжай алады. Одан кейін мәтін бойынша кілт сөздер және оның маңыздылығы туралы ұғым көрсетіледі. Мәтіннің мағыналық бөліктері, мәтіндегі логикалық байланыс құралдары да осы тұрғыдан қарапайым тұрғыда қамтамасыз етілсе, оқушы мәтінді ақпарат түрінде бойына сіңіре түседі. Одан кейінгі әрекет
мәтін жоспары болып табылады. Қарапайым және күрделі жоспар туралы түсінік бере отырып, мәтін бойынша жоспар құру алгоритмімен таныстырылады. Одан кейін мәтінді мазмұндау. Бұл әрекетте оқушы мәтінді түсіндіре білуін бекіте түседі. Мазмұндаудың түрлі тәсілдерімен танысады. Бұл қадамнан кейін мәтіннің құрылымы және абзацтар бойынша жұмыс жасалынады. Әрбір абзацтың мәтіннің ішінде атқарып тұрған рөлін көрсете отырып, оқушы мәтінді тереңнен ұғына түседі. Одан кейін ОБТ-да кездесетін оқу сауаттылығындағы ең өзекті тақырыптың бірі бұл стиль, яғни мәтіннің қай стильде жазылғандығын анықтау оқушыға қиынға түседі. Сондықтан таза ғылыми стильдегі құралдар арқылы мәтінді таныта отырып, ары қарай мәтінмен оқушы жұмыс жасай алады. Мәтінмен жұмыс жасаудың ішіне ақпаратты түрлендіру және түсіндіру әрекеті кіреді. Мәтіннің жанрлық ерекшелігіне қарай ажырату, мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау процестері, үдерістері үнемі жүріп отырады. Мәтінде графикалық құралдарды қолдану және олардың маңыздылығы да кездеседі. Кейбір мәтіндер графикалық үлгіде берілгендіктен, оқушылардың ары қарай жұмыс жасауына цитаталар келтіру, эпиграфтар таңдау мәселелері де астарлы болып есептелінеді. Одан кейін мәтіндерде берілген ақпаратты жалпылау және дәйектеме мен қорытынды жасау қадамдары жүргізіледі. Осы астарлы мәтін негізінде берілетін ақпаратты жалпылау барысында оқушы өзінің алған ақпаратын жинақтай алады. Келесі қадам мәтінмен жұмыс, ақпаратты бағалау. Жазба жұмыстарына әртүрлі баға беріп, өзінің формасында ұсына алады. Кейбір оқушыға өлең, әңгіме, естелік түрінде, кейбір оқушыға келісу, келіспеу, дискурсивті эссе түрінде ұсынсаңыз болады. Мәтіндегі авторлық ой, бұл автордың және оқырманның көзқарасы, ақпаратты бағалау. Жазба жұмыстарына әртүрлі баға беріп, өзінің формасында ұсына алады. Кейбір оқушыға өлең, әңгіме, естелік түрінде, кейбір оқушыға келісу, келіспеу, дискурсивті эссе түрінде ұсынсаңыз болады. Мәтіндегі авторлық ой, бұл автордың және оқырманның көзқарасы, ұстанымы болып есептелінеді. Бұл жерде мәтіннің түрлері айтыла отырып, бала оқытудың мақсатына сәйкес авторлық ұстанымды анықтайды және проблеманы тұжырымдай алады. Осымен назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.